Осы пункт түсіндік қой, а? Енді қараңыз. Бұл деген сөз уже не бар уже? Жаман нәрсе бар, жақсы нәрсе бар. Бұлда уже жайлап әл-хияр деген нәрсе пайда бола бастайды. Таңдау. Екі түрлі нәрсенің болуы сіздегі еріктің бар екенін білдіреді. Мына екеуі бір түрлі болса, сізде не болмайды? Таңдау болмайды. Амал жоқ, осыны жеу керек болады. Мынау келсе ше, қайсы жақсы? Сізде не бар уже? Таңдау бар. Өмірде жақсылық пен жамандықтың бар болуы сізде ненің бар екендігін білдіреді? Таңдаудың бар екендігін білдіреді. Ал осы таңдаудың бар екендігін үйрету үшін Алла субхану тағала аятты жалғастырады. Не дейді? فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Сосын قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Кім өз нәпсін пәктесе, Алланың бұйрығын орындап, тыйылғандарынан тыйылса, ол өзін пәктепті. Өмірде де, ақыретте де. Ал кім өзін кірлетсе, Алланың тыйғандарынан тыйылмастан сонымен өмір сүретін болса, ол өзін кірлетіпті, өмірде де және ақыретте. Ондай болса, мына жердегі арақтың ішумен, не болса, мына жердегі біреудің жәрдем беруінде менде не бар? Осының екеуінің біреуін таңдау деген менің нем бар? Еркім бар. Бұл ерікті маған кім берді? Аллаху субхану тағала берді. Алла айтты, ей пендем, мейлі, мына жақта сенде не жоқ? Ешқандай ерік жоқ, қатыс жоқ. Қияметте бұл жағына мен саған не істемеймін ешқашан сұрамаймын. Бірақ мына жаққа келген кезде сен сұраласың. Сұралған кезде сенде не бар? Жаман нәрселер бар, жақсы нәрселер бар. Жаман нәрселерді істесең, менен таяқ жейсің. Жақсы нәрселерді істесең, мен саған сыйлық берем. Сен жаман нәрсені ертарақ тастауың үшін, бұл жаман нәрсенің бәрін сенің ақылың арқылы саған зиян екенін дәлелдеп бердім. Бұл жақсы нәрселерді ертарақ бастауың үшін, сенің ақылың арқылы саған бұның жақсы екендігін дәлелдеп бердім. Ал енді өмір сүр деп Алла субхану тағала деген адамды өмірге жақсы жаманды, бұрысты үйретіп өмірге тастайды. Мен амын келдім. Өмірге келдім. Өмірге келсе, менің алдымда екі алма бар. Мынау қандай свет? Көк сары. Көк сары. Мынау қандай свет? Қызыл сияқты. Қызыл. Көк қызыл деңізші. Жақсы. Мен өмірге келгенем, жасыл алма бар екен, қызыл алма бар екен. Алла субхану тағала екеуінде істеуге маған мүмкіндік берді. Қайсысын таңдасаң, соны саған не істеп берем? Жаратып берем деді. Мен айттым да, мен қызылды жегім келмейді дедім. Көкті жегім келеді дедім.